Қайырлы күн қымбатты достар, көрермендер. Бүгін біз айтамыз айдарының кезекті түсірілімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін бізде қонақта қалалық қосыл жастар орталығының директоры Жайдарманшы Басаров Әлібей Төлепбергенұлы және Қызылорда қалалық полиция басқармасының жергілікті полиция бөлімі ювеналды полиция бөлімшесінің аға инспекторы полиция майоры Дайрабаев Нұркен Біржанұлы. Қош келдіңіздер. Біз өзіміздің әр шығарылымда жастардың сауалдарына жауап алуға, түйткілді мәселелерді қозғауға тырысып бағамыз. Бүгін де өздеріңізден бүкпесіз әңгіме, ашық сұхбат күтеміз. Ендеше бастайық. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Өте тамаша. Ал бүгінгі жастардың көңіл күйлері қалай ойлайсыздар? Жалпы жастар немен айналысады? Осыған Әлібей аға жауап берсеңіз. Менен бастаймыз. Сізден бастасақ. Өте тамаша. Жалпы жастардың көңіл күйі қалай деген сұраққа енді былайынан жақсы деп жауап бере алуымыз мүмкін, бірақ енді қазір сөз ішіне керек мәселе көп, проблема көп. Жұмыссыз жүрген жастар бар, жұмыс таба алмай жүрген жастар бар, дипломы жоқ қолында, еш жерде оқуда болмаған жастар бар, ауада жүрген дейміз ғой жалпы. Я болмаса дипломы көп, бірақ оған жұмыс таба алмай жүрген жастар бар. Әрқайсының өзінің бір жеке проблемалары бар. Оған байланысты әртүрлі салада, әртүрлі мекемелер өздігінше жұмыстар жасап жатыр. Енді жалпы биыл жастарға байланысты түрлі өзгерістер көп. Соңғы жаңалықтарды естіп отқанда шығарсыздар өздеріңіз. Жастар маманы деген, жастар қызметкері деген арнайы статус берілейін деп жатыр. Бұл дегеніміз біздің осы жастар орталықтарының, оның ішінде тікелей жастармен айналысатын мекемелерге бір жағынан үлкен бір жақсы бір жаңалық болғалы тұр. Біріншіден, екіншіден жастардың санатын Европадағы мемлекеттермен бірге сәйкестендіріп 35 жасқа дейін ұлғайту дегенде заңда қаралып жатыр, және де ол қолданысқа келер жылдан бастап енгізіледі деген ойда. Яғни 14 пен бұрын 29 жас аралығы еді, қазір 14 пен 35 жас. Бұл дегеніміз сәл-пәл мына 29-дан асып, кей кезде өздеріңіз білесіздер, енді жалпы адам болғаннан қоғамда көп қой, енді 25-26 жасқа дейін оқуда, білімде жүрген жастар болады. Мысалға, ары қарай өзінің білімін жетілдіріп, түрлі жоғары оқу орындарға түсіп, магистратурамен жалғастырып, ары қарай өздерінің білімін жетілдіріп жатқан студенттеріміз бар. Я болмаса жаңағыдай мед академияда оқып жатырған, мед универде оқып жатырған қаншама студенттеріміздің оқу бітірем дегенше дейін жасы 29-ға жетіп қалады, 30-ға жетіп қалып жатады. Сол кезде олар мемлекеттік бағдарламалардың кейбіреулеріне қатыса алмай қалуы мүмкін. Яғни үй алуға деген сияқты мемлекеттік бағдарламалар арқылы кәсібін ашуға байланысты кейбір бағдарламаларын тыс қалып жатады. Сол үшін 35 жас бұл сәл ғана бір 5-6 жас болғанмен де, бірақ осы аралықтағы жастарға бір үлкен мүмкіншілік болып тұр. Яғни бір жақсы жаңалықтармен келер жылымыз басталады деген ойдамыз. Сол үшін бәрі жақсы деп ойлаймын. Сәттілік. Жақсы, жастар жайлы азды көпті айттық, көбі жақсы жақтары. Енді ақпен бірге қара жүретін секілді жақсы мен жаман да жүреді. Қазіргі таңда мынау жасөспірімдердің арасында құқық бұзушылық белең алуда. Жалпы құқық бұзушылық деңгейі қандай? Нұркен аға, осыған тоқтала кетсеңіз. Құқық бұзушылық деңгейі қазіргі уақытта бізде мынау Қызылорда қалалық полиция басқармасының жергілікті полиция бөлімінің, ювеналды полиция бөлімшесінің қызметкерлері біз күнделікті рейдтік шарада қатысамыз. Күнделікті республикалық іс-шаралар өтіп жатыр, жедел профилактикалық іс-шаралар өтіп жатыр бізде, және облыстық іс-шаралар өтіп жатыр. Онда біз мектеп мұғалімдермен қосылып, білім ордаларының мұғалімдермен қосылып, және жастар ресурсының азаматтарымен жұмыс атқарудамыз. Барынша қоғамда тәртіпсіздіктің орын алмау мақсатында жұмыс атқарып жатырмыз. Мен қоса кетсем бола ма? Ол бұрыннан бері келе жатқан нәрсе. Баяғыдағы 1700-1800 жылдардан алсаңызда, ол 100 жыл артқа да қарасаңыздар да, үлкен толқынға жастардың көңілі толмайды. Я болмаса, белгілі бір сатыларда сол жастардың
бұрын мысалға 90 жылдары жаңағындай мәселелер көп болатын. Қазір енді жаңағы темекі деген сияқты құқық бұзушылық, бұрын топтық төбелес деген сияқтар көп болатын. Мен өзім мектеп оқып жүрген кездері 2000 жылдары. Ол кездер кәдімгідей топтық төбелес өте көп белең алушылық. Қазір бірақ бәрі басылған секілді де, бірақ бұл басылғанмен жаңағы сіз айтып отқан секілді жаңағы кальян шегу, балдардың жаңағы бос уақытында жаңағыдай электронды темекілер шегу, зиянды әдеттерге бару, басқа да дүниелерге бару деген сияқты мәселелер ол екінші жағынан көтеріліп келе жатыр да. Сол үшін бұл қоғамда бір жастардың тарапынан бір құбылыс деп айтсақ та болады, бір тоқтамайтын да бір құбылыс та шығар. Бірақ мүмкіндігінше осы құқық қорғау қызметкерлері, жаңағы түрлі тиісті мамандар осы бойынша жұмыстар жүргізіп жатыр. Бір сөзбен айтқан кезде бізде Қызылордада сәл тиыштау ғой құқық бұзушылыққа байланысты, басқа өңірлерді алған кезде. Сол жағы бір жағынан қуантады. Енді мынау вейп деп жатыр, электронды шылым деп жатыр. Оны пайдаланатын жасөспірімдер жоқ емес, бар. Тіпті көп десек те болады. Пайдаланып жүріп, оның зияны туралы айтпасақ та түсінікті. Осымен қалай күресіп жатырсыздар? Бұл мақсатта бізде жылдың басынан бастап қазір 15 әкімшілік құқық бұзушылық анықталып, дүкен иелеріне немесе сатушыларына Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 423 бабы бойынша хаттама рәсімделді, айыппұлдар салынды. Мәселе тек құқық қорғау органдарының қызметкерлері оның алдын алу емес, ол жерде негізі тәрбие үйден басталады дейді. Ата-аналар жасөспірімдермен, балалармен сөйлессе дейміз, түсіндіріп айтса, зиян туралы айтса, зиян туралы ол айтылып та жатыр. Қанша біздің мектептерде, оқу орындарында қаншама дәрістер оқып жатыр, мектептің медбикелерімен қосылып. Әкімшілік құқық бұзушылықтарын алдын алып, сол түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз, және жастарға түсіндіріп айтып жатырмыз. Егер сатқан дүкендер болса, айыппұлдарын анықтап, айыппұлдары салынып жатыр. Енді мынау вейп, электронды темекі, бұлар кәмелет жасқа толған балаларға берілмейді. Бірақ әр баланың қолынан көріп жүрміз. Бұған кім кінәлі? Жалпы уәкілетті органдардың сатпауға әлдері жетпейді ма деген ба? Сонда қалай? Неге ол кәмелет жасқа толмаған балалардың қолында онда электронды темекі шылымдар жүреді деген ғой? Жаңа мен сізге айтып өттім ғой, жаңағы сұрағыңызда бізде қала бойынша қазір осы жылдың басынан бастап 15 құқық бұзушылық анықталып тұр. Ол жерде егер дүкеннің иесі өзі сатса, ол заңды тұлға ретінде жауап береді. Мен сұрақ қойсам бола ма? Сізге сұрақ қойсам бола ма? Мысалға енді қазір мен мысалға өзім жайдарманмен жүрмін ба? Сіз оқушылардың ортасына келсе, мысалға мені аға деп, басқа деп, мысалға көп әңгімелер тоқтап қалады да, айтылмайды. Мысалға мен ортадағы жүрген нәрселерде кей жастардың вайп дейді ғой, жылдан жылға бір өзгеше бір дүниелер пайда болып келе жатыр, ілесе алмай қалып жатамыз кейде, тик-токта, анаяқтан бір жаңалықтар айтылады, біз ілесе алмай қалып жатамыз да. Бірақ сіз сол ортада жүрсіз ғой, мысалға біздер мүмкіндігінше жастар орталық тарапынан бұл кісілер өздерінің жаңағы профилактикалық қызметтерін көрсету арқылы тоқтатуға жұмыстар жасайды. Сіздерде осы жастардың ортасында неге қызығушылық бар деп ойлайсыз ол темекіге? Мысалы сіз оқушылардың ортасында жүрсіз ғой. Қазір мынандай жастардың сөзінде бар ғой, авторитет, хит деген секілді. Өзімде байқап қалып жатырмын. Бір бала пайдаланып көреді ма, екінші балаға тартып көр деген секілді. Қорқақсың ба, әлсізсің бе деген секілді итермелейді да. Келесі бала мен әлсіз емеспін деп, әрине ол да пайдаланып көреді. Солай былай айтқанда оқушылар, әсіресе ер балалар оны бір авторитет сезінеді. Және тығып пайдаланбайды, көрсетіп, өзінен кішкентай балалардың көзінше болсын, тіпті әлеуметтік желі, тик-ток желілерінен де көріп байқап жатырмын. Үйіндегі ата-анасының көзінше де әлі кәмелетке толмаған баланың қолында сонда электронды шылымдар тұрады. Бұл әрине меніңше өте айтуға ұят дүние деп ойлаймын. Әлі кәмелет жасқа толмаған бала, біріншіден ол денсаулықты құртады, екіншіден енді қандай да бір жазасы бар ғой оның.
жақсы енді бұл жаңағы жерде еліктеу болып тұр ғой. Еліктеу, иә. Еліктеу Баяғыда ана көреді, бізде сосын соны шегіп көргісі келеді, анадан сұрап алады, немесе өзі кәмелет жасқа толмағаннан кейін кей жағдайлар болып жатады, жаңағы ағамнан сұрап алдым деген жағдайлар болып жатады. Бізде сұрасаң, қайдан алдың деп. Біз жаңағы жасөспірімнен сұраймыз, егер көріп анықтап алған жағдайда, қайдан алдың? Сол дүкенді анықтап, сол дүкенге айыппұл саламыз. Кәмелет жасқа толмаған жасөспірім мектептің ішінде егер немесе жаңағы тыйым салынған орындарда пайдаланса, бұл жаңағы вейп дейміз, жаңағы электрондық темекі дейміз. 16 жастан бастап кәмелет жасқа толмаған жасөспірім әкімшілік жазаға тартылады. 16 жастан бастап жасөспірімнің өзіне ата-анасының қатысуымен айыппұл саламыз. Ал егер 16 жасқа толмаған болса, сол жерде сатқан дүкенді анықтап, немесе оған берген адамды анықтап, ары қарай жұмыс атқарамыз. Енді былай жалпақ тілмен айтқан кезде қызығушылық қой. Баяғы кезде мектептің кезінде де бәрімізде де болды ғой ондай нәрсе, қызығушылық деген сияқты. Бірақ осы сәтті пайдаланып, егер де оқушылар көріп жатса, мен бір үнемі айтатыным бар, өзімдік бір өмірлік тәжірибеден өткен нәрсе. Адамда бір қызығушылықтар болады. Сол қызығушылықтарды мүмкін болса осы жаман әдеттерге жұмсамауға қызығушылықтарды мысалға болады ғой енді. Периодтар болады да, сен бір белгілі бір ата-ананың жаңағы кезінде ата-ана саған істеп берді, ата-ана бәрін жасап берді, енді ата-ана тұрады да, енді сіз өсіп келе жатсың, енді қоғамға өзің араласа бер деген сияқты мәселе болған кезде, көбісі колледжге барған кезде мысалға ауылдан колледжге келеді, әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ, жас бала 9 бітіріп келген бала, мектепте 10-11 оқитын бала ғой былайдан келген кезде. Мектеп колледжге келеді, қала, басқа орта, сонымен қызығушылықтар әртүрлі нәрселерге ауады, біреудің артына еріп кетуі де мүмкін, белгілі бір кедергіге соғуы да мүмкін. Сол үшін осы бір периодтан бір аман есен шықсаңыздар, мен өз басым темекі шекпеймін, ішпеймін де, бірақ сондай бір периодтар болады да, бірақ менде де болды ол нәрселер. Ер азаматта, қыздарда мүмкін болады шығар. Сондай бір периодтан сіз өтіп кетсеңіз, алда сізде 25 жас, сол бір жастарда бір тағы да екінші бір период күтеді сізде. Яғни сіз отбасы боласыз, балашаға бағасыз, кредит болуы мүмкін, үйдегі балашаға, басқа да мәселелер уже сізді қатты бір қиналдырып жіберуі мүмкін. Сол кезде жаңағы өзіңе өзің бір темекі шеккің келіп, ішкің келіп, болмаса бір басқа да мәселелерге бір қиналған бір сәттер болуы мүмкін. Сол сәттерді іздеп кетеді ғой адам өзі. Сондай бір периодтан тағы да бір өтіп алсаңыз, бір екі период өзі сол. Сол бір екі периодтан өтіп кетсеңіздер, сіз өмір бақи ішпейсіз де, шекпейсіз де, ондай нәрселерге жоламайсыз. Сол үшін жасөспірімдерге ғой балаларға айтарымыз, қызық емес ол нәрсе. Өзің денсаулығың, өзің қалтаңдағы ақшаң, мысалға жігіттерден қазір сұрап көрем кейде, темекіні бір күнде бір пачка темекі шегетін балалар бар. Бір күнде бір пачкасын құртады. Бір пачкасы 500-600 теңге тұра ма дүниенің, 700-ге дейін барады ол. Сонда бір айда 20 000 теңге былайынан ақ сол темекіге бола кетеді. Ал 20 000 теңге көп нәрсе істеуге болады. Сол үшін жаман, зиян нәрселерден аулақ болуға барлықтарын шақырамыз. Қоса айтып жатқаным ғой. Әліби аға, жылды бір жақсы қорытындыладыңыздар, қосылып премияда мектеп оқушылары болып керемет атмосфераны сезініп қайттық, және қаламызда сондай ерекше форматтағы кеш өткізуге болатынын бір көрсеттіңіздер. Сол үшін үлкен алғысымды білдіргім келеді. Жалпы бір ұсынысым болса, жастар орталықтары колледж, университет студенттерімен ғана емес, оқушылармен де тығыз байланыста болса, жалпы алдағы жылғы жоспарларыңызға қосуға болады ма? Жоқ, негізі жастар саясаты бағана айттым ғой, 14 жастан ассаңыздар, сіздер мемлекеттік жастар саясатымен тікелей байланыс жасап жұмыс жасай аласыздар. Яғни жасыңыз 14-тен асса, сіз 18-ге толам дегенше дейін өзіндік бір бағдарламалар бар. Соған байланыс жасауға болады. Болмаса, біздің орталық тек қана біздің орталық емес, облыстық орталық бар, сол жағалауда орналасқан. Сол жерде де үстел теннисі, түрлі ойындар, басқа да мәселелер,
жобаларды жүзеге асыруға байланысты ұсыныстар болса, бағдарламаларға қатысуға байланысты ұсыныстар болса, келсеңіздер бірлесіп жұмыс жасауға болады. Оған ешқандай да қиындығы жоқ. Және де келер жылға біз сөздің ішіне керек, әуел алла ғой, қолдап отырса, басшылық тарап қолдап отырса, бізде бұндай жаңағы қосыл премия деген жобаны ерекше форматта, одан да үлкенірек ашып жұмыс жасауға, және де кешегі қосыл премияда көптеген қонақтарымыз шақырғанбыз. Бізде жаңағы колодцтен бала құтқарып қалған жаңағы бауырымыз бар, жас, ол кісіге де арнайы қосыл премия дайындағанбыз негізі. Жаңағы үлкен спортсмендеріміз де барды, сол жерде де аттар аталып неғып жатыр, залға келмей қалды ол кісілер. Қайсар футбол клубына да арнайы шақырғанбыз деген секілді, Қызылорданың оң имиджін қалыптастыруға, және де Қызылордадағы жастар тарапынан бір өзіміздің ортамыздағы түрлі жүрген батырларымыз бар, өзіміздің ортада жүрген түрлі сала бойынша жұмыс жасап жатырған мамандарымыз бар, солардың бәрін марапаттауға мүмкіндігінше күш жұмсадық. Бірақ белгілі себептермен біреу сыртта болды, біреу белгілі себептермен ауырып қалды деген сияқты келе алмай қалды. Сол неге? Сол кезде бірден сценарийден алып тастадық. Бірақ алдағы уақытта соны бір кәдімгідей ауқымын үлкейтіп, кең дәрежеде жаңағы оның ішінде жаңағы оқушыларымыз да бар, түрлі олимпиададан жеңімпаз болып келе отырған, білімді, ғылыммен айналысып отырған жастарымыз да бар. Солардың бәрін қамтуға тырысамыз, және де оған мүмкіндігінше сіздерді байланысып жұмыс жасауға шақырамыз. Және де Қосыл жастар орталығы енді 24-те 7 деп айта алмаймыз, бірақ апта тоқтамайды, 7-сі тұрады, бірақ 24-тің сағат азаннан түнгі 10-ға дейін, азанғы 9-10-дан кешкі 9-10-ға дейін біздікі ашық болады. Және де осы жерде біз болмасақ та іштегі қызметкерлер бар, охранниктер бар, суббот, сенбі, жексенбі күндері арнайы мамандарымыз бар отыратын осы жерде. Яғни келіп, бұл жерде тек қана отырып кету емес, бұл жерде жаңа достар табуға, жаңа бір орта қалыптастыруға, бірлесіп жұмыс жасауға деген сияқты ұсыныстарды біз қабылдаймыз, біріншіден. Екіншіден, бізде мынандай бір түсініктер қалыптасып келе жатыр. Мысалға, жайдарман деген дүниені алатын болсақ, жайдарманда бейресми білім беру деген түсінік бар. Қазір сол нәрсеге мектепте жұмыс жасап отырған секілді қазір. Бейресми білім беру. Ресми білім беру ол кәдімгідей мынау оқып отырған сіздердің білімдеріңіз болуы мүмкін. Ал бейресми білім беру, мысалға, бізде жайдарманда бір бала егер КВН-ге келетін болса, ол мектеп табалдырығынан бастап университетке дейінгі аралықта бітіріп кетемін дегенше 3-4 жыл, кемі 5 жыл, ұзағынан болса 5-6 жыл кәдімгі сол бір нәрсемен әуестеніп жүреді. Мысалға, әнде болса, әнде де, би болса, биде сөйтіп өзінің хоббиі бойынша 4-5 жыл жұмыс жасайды мысалға. Сол жерде жүрген кезде ол, мысалға, біз бір жайдарманның өзіне жүргенде бала тұрақты түрде, мысалға, жылына 5-6 ойын өткізсек, ол 5-6 рет біздің орталыққа келеді, бір ортаға келеді. Және де қосымша андай семинарлар болады, қосымша оқытулар болады, қосымша бір шаралар болған кезде ол кісілерді біз тартамыз ортаға. Бір жағынан ол басқа бір ортаның баласы мына жақтағы үлкен ортамен араласады. Біріншіден араласа отыра сол жерде қасында жүрген балдарға қарап отырып, шашын түзейді, тұрыс жүрісін түзейді, аға мен іні деген байланысты орнатады, өзіне үлкен бас сыйластық деген сияқты адамгершілік. Сахнаға шықты ма, ол сахнаға шыққаннан кейін түсінікті, ол бір саты жоғары тұратын қоғамнан, халықтан бір саты жоғары әңгіме айту керек екенін біледі. Сол үшін ол ізденеді, қосымша оқиды, қосымша бір әлеуметтік желілерде мүмкін әзілге шығару үшін оны зерттеуі мүмкін деген сияқты. Яғни балаға біз қосымша бейресми білім бере аламыз. Ол көзге көрінбейді. Ол бала өзі жүріп 2-3 жылдың ішінде ол кәдімгі тұлға болып қалыптасып кетеді. Ол дәл осындай бір жүйеге қарай көшіп жатырмыз. Алдағы уақытта бізде жастар орталықтарында бір шараны кейде болады, мысалы, бір шара өткіземіз де 50 адам жинап қоямыз. Ол көпке топырақ шашқан емес, ол қоғамда болып жатқан нәрсе. Жинаймыз бәрін, 50 адам отырады. Оған түсінікті ма, оған қажеттілігі бар ма, жоқ па? Мысалға, мектепте кейде болады, бүткіл оқушылар жинап қояды да, ерте жүктілікке байланысты бір түсіндірме жұмыстар жүргізеді. Ол жерде ол адамға ол нәрсе қызық па, қызық емес па?
ол балаға қызық па қызық емес па, я болмаса белгілі бір ақын жазушылар, басқа бір мысалға спортсменге ақын жазушылардың өнері қатты қызық болмауы мүмкін, ол спортсменге спорттық шаралар қызық болуы мүмкін, бірақ сол балдарды алып келеміз де амалдың жоғынан кейде бір шараларға отырғызып қоямыз. Сол бір дүниелерді құртқымыз келіп жатыр. Кешеде қосылып премияда ең бірінші шыққан кезде басшылар келмей тұрған кезде айтқан ұсынысын тыңдаған шығарсыздар. Мына жерде амалдың жоғынан келіп отырған адам болса шығып кете қойсын, рахмет. Мен бүткіл шараны бастайтын кезде сөйтіп айтамын. Амалдың жоғынан келіп отырған кісілер болса шығып кетсін, маған 5 адам болса да болады, мен соған түсіндірсем болды. Яғни сол 5 адамды келесіде тағы да 5 адам, келесіде сол 5 адам бізге сол орталыққа келіп 5 адам содан жұмысқа орналасып кетсе, тұлға болып қалыптасып кетсе, ол менің жетістігім. Біз орталық жылдық жоспарды құрған кезде дәл осы нәрселерге қарай жұмыс жасап жатырмыз. Яғни бір жыл емес, бұл біз 3 жылдық стратегиялық жоспар құрып жатырмыз. Бұл нәрсе ішінде бар, бейресми білім беру деген сияқты нәрсе. Сол үшін жаңағы сіздің айтып отырған мәселеңізге байланысты енді электронды темекі қазір көптеген PlayStation дейміз, жаңағы кофехана болсын, көптеген жаңа кино рум деген сияқты бір орталықтар ашылды ғой қазір. Жеке өзі бір бөлме беріп қояды. Соның ішінде жастар туған күн жасайды кино румның ішінде. Оны көріп жатырмыз. Бірақ оның ішінде кей кезде жаңағы камера бар дегенмен камерасы істемейді. Ол жерде жастар не істеп, немен айналысып жатқаны да белгісіз. Сол үшін алдағы уақытта біз сол кино румдарының ішінде PlayStation жаңа шағын орталықтар ғой енді рейдтік жұмыстарды күшейтуіміз керек. Оны күшейтеміз де. Және де қазір қыстың кезі барлығы осындай заведениелердің ішіне қарай кіріп кететіні анық. Көшеде жүрмейді ғой. Сол үшін сондай заведениелерде мүмкіндігінше алдағы уақытта енді қыс бойы деп айта аламын. Бұндай әрекеттердің алдын алуға байланысты біздің жастар орталық тарапынан да рейдтік жұмыстар, тікелей жұмыстар жүргізетін болады. Айтып өтіп отырсыз ғой, жаңағы қыс мезгілінде жасөспірімдердің барлығы жылы жерде отырғысы келеді. Күн салқынына байланысты көшеде жүрмейді деп жатсыз. Осы жерде қазір қыс мезгілде біз ойын-сауық мекемелерін күнделікті түнгі сағат 22:00-ден кейін аралап бастаймыз. Өйткені 442 баптың бірінші бөлігінде солай көрсетілген 22:00-ден таңғы сағат 6-ға дейін жасөспірім заңды өкілінің ертіп жүруінсіз жаңағындай ойын-сауық мекемелерінде болуға болмайды. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 442 бабында жазылған. Көп жастарымыз осы мен нелерде мектептерде, колледждерде кейде жаңағы дәріс сабақ қойып профилактикалық жұмыстар жүргізген кезінде жастарға осыны түсіндіріп айтамыз барынша. Бірақ тыңдайтын бала бар, тыңдамайтын бала бар. Біз сол арасындағы 1 сағат айырмашылықты түсіндіріп айтуға мен барынша тырысамын, кейбір балалар түсінбейді. Өйткені 22:00-ден 23:00-ге дейін неге сендерге 1 сағат арасында уақыт беріп қойған деген кезде көп бала жауап бере алмайды. Арасында бір балалар бар, алғыр балалар жаңағы жауап беріп жатады. Өйткені біз ойын-сауық мекемесінен шығып, жаңағы 23:00-ге дейін үймеге жетіп алуға деген соны көп жастар білмей жатады, білместік болып жатады. Ойын-сауық мекемесіне 22:10-да, 22:15-те немесе 22:30-да кіріп, нағып отырсын деген сұрақтарды қойған кезінде жасөспірімдер 11-ге дейін емес па ағай деп білместік болып жатады. Соны жаңағы айтқан тақырыбыңызға байланысты түсіндіріп айтып беріп жатқан ата-анасына 3 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынады 442-нің бабының 1-ші бөлігімен. Сол мекеменің жаңағы әкімшілігіне 132-ші баппен шара көріледі. Жалпы рейдтік жұмыстар екі жақта да жүргізіледі деп жатырсыздар. Қандай да бір нәтиже беріп жатыр ма? Береді. Қандай? Көзге көрінбейді ол нәрселердің бәрі. Сөздің ішіне кіріп, жаңа айтып отыр ғой. Ұсталғаны бар, ұсталмағаны бар, кешіріммен қарайтыны бар. Кейде бір рейдтерге жұмыстарға барған кезде өзіңнің бір таныстарыңды көріп қаласың ғой кәдімгі. Қойсайшы деп бір ескерту, ауызша ескерту жасап кетесің. Қойыңдар, бүйтіңдер, бүйтіңдер. Ауызша ескерту, бір ауызша ескерту, одан кейін барып
жазбаша уже басқа нәрселер кете бастайды да. Сол үшін негізі біледі ғой жастар өзі. 22:00-де жүруге, 23:00-ден бастап жүруге болмайтын, 22:00-де. Бірақ енді қосымша ақпараттық айтып атқанда ол артықтық етпес. Енді тағы бір ұсынысым болса, осы екеулеріңізге де. Қазір енді өзім жасөспірім ретінде жастардың көбі әлеуметтік желіде отырады көп бөлігінде. Сол тұрғыда сіз Әлібияға мынау вейптердің, электронды шылымдардың қандай зиян екенін, оның салдарын неге алып келеді? Ал сіз, Нұркен ағай, құқық бұзушылық, қылмыстық құқық бұзушылық, оның жазасы қандай болады? Міне сол туралы бірігіп бір видеоматериалдар түсіріп тұрсаңыздар. Біріншіден, бұл енді көп қаражат етпейді және пайдасы үлкен зор болады. Сондай бір ұсынысым бар еді. Ұсынысыңыз өте орынды. Және бұл бір реттік емес, бір апта көлемінде, ай көлемінде түсіріп тұрса. Ондай видеороликтер бізде түсіріліп те жатыр, түсірілгенде алдағы уақытта әлде де түсіреміз. Сосын біз дәрістер айтып отырмыз ғой, жаңағы мектептерде сыныптарды аралаймыз, немесе жаңағы жиналыстар өткіземіз оқу орындарында. Сол жерлерде біз әдейілеп кей жерлерде жаңағы мысал келтіріп айтамыз, болған оқиғаны мысалға келтіріп айтсаң, кішкене жасөспірімге сезінсін дегенде мақсатта біз мысалмен келтіріп айтамыз. Және де кей жиналыстарда роликпен көрсетіп айтып жатармыз. Енді жасөспірімдердің арасында жаңағы топтық төбелестің болмауы, жаңағы электрондық темекіні шекпеу, оны зиян, айтып отырмын ғой, мектептің мейірбикесімен бірге түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатамыз. Оның аржағында қандай әкімшілік жаза қолданылатынын айтып жатамыз. Ол біздің айтқанымыз бір бөлек, бұл жерде жастарға айтатынымыз, жаңағы ата-ана да жасөспірімдермен сөйлесу керек, арасында зиян туралы түсіндіріп отыру керек. Оның дұрыс, сіздің айтып отқан нәрсеңіз. Кейде мысалға бізде үйде әке-шешеміз темекі шекпеген, ішпеген көрсетпейді. Ол нәрсені үйдегі тәрбие, біз соны ары қарай жалғастырып қоятырмыз. Ішпейміз, шекпейміз, көрсетпейміз ол нәрсені. Ал бізден кейін біздің баламызда солай болады шығар. Ал кейбір кезде көреміз, үйдегі әке-шешесінің өзі темекі шегіп, ямаса жаңағындай үйдің ішіне шегіп отыратын кездерде болады. Жаңағы электронды темекіні, ямаса бір кафе, ресторандарға барған өзіңіз айтып өттіңіз ғой, ата-анасының көзінше электрондық темекі тартып отырып. Яғни ол ата-анасы солай істеп отқаннан кейін, ол балаға да солай дұрыс шығар деп, бала да солай қабылдауы мүмкін ол нәрсені. Енді бәрі бес саусақ бірдей емес. Барлық қоғам болғаннан кейін қоғамның ішінде түрлі адамдар болады. Жақсы да болады, жаман да болады. Жаман адам болмайды деп айтамыз, бірақ жаман әдеттер арқылы жаман болып көрінуі мүмкін, бірақ өзі жақсы адам болуы мүмкін. Сол үшін біріншіден жаңағы ұсынысыңызды енді мүмкіндігінше орындауға, яғни бізде де өзімізде де орталық тарапынан әлеуметтік желілерге жаңағы құқық бұзушылықтың алдын алуға байланысты, топтық төбелес болсын, жаңағы зиянды әдеттер, нашақорлыққа байланысты да біз бейнероликтерді бізде республика тарапынан, жастар рух тарапынан түрлі ұйымдардың жасаған бейнероликтерін біз қосымша ақпараттық жұмыстар жасаймыз, және де өзімізде жасап таратамыз да ондай әлеуметтік желілерге. Енді жастар түсінбейді дейміз. Әрине, жастарға төмпештеп, ұрсып айтса түсінбейді. Егер жастар мен жастар сөйлессе, меніңше түсінеді. Жаңағыдай әлеуметтік желі, оның ішінде TikTok, Instagram сынды желілерге осындай пайдалы тың ақпараттарды беріп отырса, меніңше әйтеуір бір бала болмасын, бір бала түсінетін анық. TikTokқа неге дейсіздер ғой, ол ондайды қазір менің ойымша көп жасөспірім көрмейді. Жаңағы именно керек ақпаратты соны бір қызықтырып әлеуметтік желіден керекті ақпаратты алмайды. Менің түсінігім бойынша. Былай ғой, әлеуметтік желінің андай мәселе да, мысалға сіз не нәрсе ойлайсыз, сол нәрсені шығарып береді әлеуметтік желі. Мысалға сіз саяхаттағыңыз келсе, саяхат туралы видеороликтер, саяхат туралы рекламалар, саяхат туралы жаңағы түрлі қызықты нәрселер шығарып береді. Сіз жаңағы соңғы бізде жастар көбісі жаңағы TikTokта жаңағы түрлі әзілдер, сондайларды көп қарағаннан кейін
сұраныс сол нәрсеге қарай көп кетеді да, сосын шықпауы мүмкін, олардың несіне шықпауы мүмкін. Ол үшін қазір Инстаграмда, қазір ТикТокта енді қатты қымбаттау болады. Инстаграм, Фейсбукта таргет деген нәрселер бар. Ол арзанырақ болады да, бірақ мүмкіндігінше сол қазір енді келе жатыр ғой ол нәрсеге қарай. Таргетпен ақпараттандыру деген сияқты мәселелерге көшпесе, әйтпесе ол мысалы темекі шегетін адам темекі шегетін зияны туралы видеороликтерді көреді деп айта алмаймын ғой. А ол көрсе, ондай видеороликтер оған көп шығарып береді. Ютубта ашсаң да шығарып береді, ананы ашсаң да шығарып береді. Қазір барлық телефон жаңағы бізден ақылды болып кетті ғой қазір. Кез келген нәрсені ойлап тұрады. Әлби мырза, жаңа ғана сіз айтқандай жаңағы жиналыстарда сұраймын, мен арнайлап сұраймын. Жаңағы телефоннан жасөспірімнің біздің құқығымыз, жасөспірім нешеге дейін жүре алады деген сұрақтарды қойып іздеп көресіңдер ма деген сұраққа бір жасөспірім жауап бермейді. Сол ғой. Қарамайды, именно құқығын нені арғырады. Заңды ақтарып қарамайды. Мәжіліс депутаттары вейпті қазақстандық нарықтан алып тастау туралы мәселе көтеруде. Демек, дүкен сөрелерінде қызылды, жасылды вейптер, электронды шылымдар болмайтын болса, жалпы мәселелерді шешуге көмек береді ме? Оқушының мен айтқым келіп отырғаны, қазір енді пысық қол саудагерлер көп қой. Қара нарыққа кетіп, заңсыз сатылымдар көбейіп, онлайн, яғни желі арқылы саудалары жүріп кетеді ме деген ой ғой мендегі. Енді сатылу жағы, жаңа қара нарық деп жатыр, сол жақтан болмаса, былайнан мен естігем негіз бұл бойынша. Дүкендерде, нелерде сатылуға мен біріншінен естідім, қоғамдық орындарда шегуге болмайды деген. Өйткені бұрын вокзал, автовокзал, не деген көпшілік жерлерде электронды темекі ғой бола береді деп театрларда шеге беретін сондай бір түсініктер қалыптасып кетті да. Бұл ондай қатты зияны жоқ деп. Бірінші кірген кезде қоғамға солай кірді, оның зияны жоқ. Тек әшейін темекіні қойдырту үшін өтірік бір алдамшы дүние, бұл шамалы шегіп темекіні қойып кетесің деген сияқты. Сосын бұны да тастап кетуге болады деген сияқты. Бірінші қоғамға кірген солай кірді. Одан кейін оның өзі түрлі форматтағы нәрселер шықты. Одноразовый, оны көп пайдалануға болады, басқа да түрлі, мынандай деген сияқты. Уже қызылды жасылды айтқандай өзіңіз ол дүкенде көбейіп кетті. Енді мен естігем қоғамдық орындары шегуге шектеу қойылды деген нәрсені естідім. Одан кейін тыйым салынды уже. Енді ары қарай оны дүкенде сатылуға байланысты тыйым салып жатса, онда тіптен жақсы. Көп нәрселер жаңағы жастарға қол жетімсіз болады да ол кезде. Енді белгілі бір үлкендер, жаңағы байлар, басқа да нәрселер өздері тауып алып шекпесе, басқа жерден тауып алып келіп шекпесе, бұлайнан қарапайым халық, және жастар оны қояды деген ойдамын, егер де мүлдем алып тастап жатса. Осы тұрғыда сіз Нұркен ағай не дейсіз? Бұл тұрғыда біз дүкендердің иелеріне барып, сен именно жаңағы дәл мына жерге қой деп біздің құзыретімізге кірмейді оны айту. Негізі білуімше темекі бұйымдарының және электрондық осы темекі бұйымдар нелерінің, электрондық темекілердің жабық сөреде тұру керек. Менің түсінігім бойынша, менің білуім бойынша. Ал біз нақты барып, дүкеннің иесіне барып, сен мына жерге қой, немесе мына жерде тұру керек деп айту біздің құзыретімізге келмейді. Ал егер дүкенші сатқан жағдайда біз уже әкімшілік шара көреміз. Заңды тұрғыдан да қызметтік тәжірибелеріңізге сүйеніп біршама ақпараттар білдік. Енді осы вейп эпидемия деп жатыр қой, белең алуына сатушының, дүкеншінің кінәсі емес, мүмкін сол жасөспірімнің отбасы және ондағы тәрбие мен тәртіпке байланысты деп ойламайсыздар ма? Бес саусақ бірдей емес, тағы да айтамын, ол ата-ананың кінәсі демеу болмауы да мүмкін. Үйде тәртіпті, күшті, біздің балам оқымысты деп қарауы мүмкін, бірақ ол былай шыққаннан кейін орта бұзу мүмкін, оны жаңағы араласып жүрген адамдары бұзу мүмкін деген сияқты. Тым жақсы отбасынан шыққан балдар кейде жаңағыдай осындай бір нәрселерге бас соғып жатады да. Ал мейлі ата-ана дұрыс тәрбие бермеді, басқа нәрсе болуы мүмкін, бірақ ол бала өзінің санасына беріп, жақсы жолға түсіп, кәдімгідей дұрыс бағытта тәрбие алып кетуі мүмкін. Жақсынан жаман туады, жаманнан жақсы туады деген нәрсе бар ғой негізі.
осы нәрсе. Рахмет, біршама тақырып қозғалды, сауалдарға жауап алындық. Енді қорытынды ретінде қазіргі жастарға бір 3 тілектеріңіз болса? Жаман теріс жолға кетпей, мүмкіншілігі барынша бос уақытын жаңағы не дейміз, пайдалы нәрселерге пайдаланса дейміз. Сосын кейін көп жерде мен жаңағы түсіндірме жұмыстарын жүргізген кезінде де айтып жатам, ағылшын тілін оқыңыздар деймін. Бос уақыттарыңыз бар ма, ағылшын тілін оқыңыздар. Өйткені қазір заманның талабына сай тіл білу өте дұрыс, керек нәрсе екенін түсіндіріп айтып жатамыз. Мүмкіншілігі барынша жақсы жағынан көрініңіздер дейміз. Жетістікке сәл жетейін деп тұрған кезде белгілі бір нәрселерге сынып қалып, құлап қалып, я болмаса бір жеңіліс тауып қалып, содан сынып қалып, ары қарай сол бір хоббиіңді, я болмаса спортта жүрген бір нәрсені тастап кету міндетті емес. Қайта тұрып, қайта жүгіріп, қайта қызмет жасап, қайта өз-өзіңді шыңдап, ана құрбан еткен нәрселерге бәріне дәлелдеуің керек қой. Менің осы мәселе осыда тұғын. Содан кейін барып сені түсінеді деп ойлаймын. Сол үшін осы барша жігіттер, қыздарға, артынан келе жатқан қарындастарымызға айтарымыз, ол спортта болсын, ол шығармашылықта болсын, ол басқа салада, мейлі сіз бір жерде жұмыс істесеңіз де, сол жерді жақсы көріп жұмыс жасасаңыздар, жақсы бір өзіңіз бір қалаған бір орта болатын болса, соны жетістігіне жетуге болады. Сол жерден ақша табуға да болады. Ол жерде ақша жоқ деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ біз ерінеміз көбінесе, бүйтіп жерге қарасақ, кішкене ғана еңбектенсек ақша табуға болады. Сол үшін белгілі бір нәрселерді құрбан етсеңіздер, ары қарай соны дәлелдеу керек болады. Және де құлап қалып жатсаңыздар, қайта тұрып жүгіріп кетуге сіздің хақыңыз бар. Мойымау керек. Осы нәрсе айтамын. Құрметті достар, бойымызды жаман әдеттерден аулақ ұстайық. Сіздердің дұрыс жолда болуларыңызға тек өздеріңіз жауаптысыздар. Аға буындар, біздердің теріс жолға түсіп кетпеуімізге сіздер ықпал етесіздер. Бүгінгі шығарылым осымен тәмам. Назарларыңызға рахмет. Оқушылардың да өз айтары бар.